Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ананас қосылған ерекше дәмді салат дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың филесін орташа көбік етіп тураймыз, тұз саламыз, чеснок және паприка қосып, содан кейін соя соусын қосып араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін 15-20 минут маринадталғанша қойып қоямыз. Қуыратын табамызға сұйық майды құямыз, содан кейін орташа отта екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Егер бұлай қуырып жүргілеріңіз келмесе, онда тауықтың төсетін суға пісіріп те қолдануға болады. Осы барлық жағын қуырып алғаннан кейін енді қақпағын жауып қоямыз да дайын болғанша орташа отта пісіреміз. Грек жаңғағын майдалап турап аламыз. Осы видеоның астында описание бөліміне салаттың құрамын жазып кетемін. Ол жерде 3 тарелкаға арналған құрам көрсетіледі. Жуылған салат жапырақтарын үлкен етіп кесіп аламыз. Ананастарды орташа көбік етіп тураймыз. Мынандай темір банкадағы ананас в сиропе деген бар. Именно осындай кольцо түрін қолданыңыздар. Солар өте дәмді болады. Енді барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Мына жерде ананас, содан кейін туралған салат жапырағы, жаңғақтың мен кішкене бөлігін қосып, өйткені мен бұл жерде бір тарелка ғана жасап жатырмын. Перепелиное яйцо, ол болмаса кәдімгі жұмыртқа қолдансаңыздар болады. Содан кейін тауықтың піскен төсеті. Осыны енді жақсылап майонезбен араластырамыз. Егер тұз аз болса қосамыз, бірақ менде тұз аз емес, сондықтан қоспадым. Осыны мен тарелкаға саламыз. Содан кейін үстіне үккіштен өткізілген сырды себеміз. Сонда әдемі көрінеді. Осымен салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.